Ал кеттік онда. Сонымен 21-ші сұрақтан бастай берейік. Tom suggests that we a little rest дейді. Енді қараңыздар. Мына жердегі біздің кілт сөзіміз бұл suggest, яғни ұсыну. Жалпы егер де ұсыну деген сөзден кейін бірден етістік келсе, егер де бірден етістік келіп жатса, онда біз оған ing жалғап жібереміз. Мысалға Tom suggests going, Tom suggests мысалға watching деген сияқты солай өтеді. Ана жерде бізде will have, should have, could have, had, might have деген сияқты бір модаль етістіктермен солармен берген бізге. Және де ортасын that, we деп бөліп тастаған. Сол себепті біз бұл жерге ing қоя алмайтынымыз ақиқат. Енді мына жерде бұл ұсыныс мақсатында болып тұрғандықтан, ұсыныс қой бұл. Сол себепті біз не істейміз, бұл жерге should have қоямыз, болды. Ұсынып жатыр жай ғана. Болды. Келесі 22. The captain the troops to open fire against the enemy. Мына жерде де қиын нәрсе жоқ, просто the captain said. Капитан айтты, болды. Енді неге told болмады десеңіздер, told бұл бізде не мақсатта жүреді? Әңгімелеу немесе әңгімелеп беру деген сияқты мағынада жүреді. Түсіндіңіздер ғой, әңгімелеп беру деген мағынада жүреді. Ана жерде просто капитан айтты деп тұр бізге, болды. Басқа ештеңе жоқ. Ал келесі 23, 23rd. Кеттік ал. Helen, she will be away for 10 days. Қараңыз, will be деген сөздің өзі бізге біраз мүмкіндік береді. Енді will be болғандықтан мен мына жаққа мынаны қоймаймын. Дұрыс па? Және де Helen тұрғандықтан мынаны да қоймаймын. Және де мынаны да қоймаймын. Сөйтіп не істеймін? Says деген жауап қалдырамын. Тағы да бұл жерде айту мағынасында жүреді. Енді бір тыңдаңыздар. Жалпы indirect speechте future simple мен present simple екеуі бір сөйлемде тоғыса алады. Түсіндіңіз ғой? Present simple мен future simple бір сөйлемде тоғыса алады. Осы жерде бұлардың бастары пісе алады. Қалған жерде бастары пісейді бұлардың. Именно осы indirect speech немесе reported speech'те болады. Осын жаттап алыңыздар. Ал 24-те I view the truth. Енді мына жерде айтып беру мағынасында, мен саған шындықты айтып бердім. Мына жерде сонда біз I've said you емес, I've told you бұл кетті ол кезде. Неге десеңіздер, мына жерде you тұрғандықтан мен told қойдым, және де неге said болмады десеңіздер, егер де you, him, her деген сияқты objective pronoun келсе, онда мен said дегеннен to қоюым керекпін. I've said to you the truth. Егер де to болған кезде бәлкім a жауап дұрыс болып кетеді, told емес. Түсіндік қой? 25-ге көшейік. My mother, the noise and busy traffic of Moscow. Мына жерде дымда қиын емес, просто use it to дей саласыз болды. Үйренісіп кетті деп тұр. Менің анам үйренісіп кетті. Шуымен тығыз көшелеріндегі тығыз көліктерге Мәскеуден үйреніп кетті деп тұр. Так, 25 кетті. Ары қарай көше берем. 26. 26. Everybody. Бла-бла-бла Jack дейді. Енді көрейік. Is ready to start working. And Jack деген нәрсе келмейді. Өйткені мына жерде ол кезде are болу керек. Despite дегеніміз бұның мағынасы бізде қарамастан дегенді білдіреді. Не нәрсеге қарамастан? Jackке қарамастан бола ма? Жоқ, бұл келмейді. Everybody барлығы Jackке қарамастан деген қалай ыңғайсыз ғой? Besides дегеніміз басқа деген сөз. Яғни басқа болғанда бұдан басқа деген білдіреді. Бұдан басқа. Бұл жерде besides дегеннен көп жағдайда present simple жүреді. Бұл да келмейді. Accept дегенде келмейді, онда біз accept қоямыз. Яғни басқа деген сөз. Яғни Джектен басқасының барлығы жұмыс жасауға дайын деген мағына. Болды. Ана жерде he came home after a holiday in the Crimea. Енді holiday демалыс, мына жерге қандай демалыс? Бір айлық. Түсіндіңіз ба? Айлық деген сөз шығару керекпіз, біз яғни сын есім шығару керекпіз. Сонда мына жерге after a month holiday бола ма? After a month holiday. Бір айлық. Осылай ма? A month қойған себебім, өйткені бұл сын есім ғой, сол себепті алдына a қойып тұрмын. Түсіндіңіздер ғой? Бір айлық болғандықтан a month қойып тұрмын, әшке b вариантына қойып тұрмын. Ал былай негізінде
бір айдан кейін болған кезде мен просто after months дей салатын едім. Мына жерде мен істің есім қоюға мәжбүр болып тұрмын ғой. 28, 28. We are an excursion to London next weekend. Енді қарайық бұған. Экскурсия деген сөз Лондонға деп тұр, Лондонға. Келесі аптада. Leaving, шығу, қалдыру деген білдіреді. Бұл келмейді. Doing, экскурсияны істеу, бұл келмейді. Getting on, міну деген сөз келмейді. Going on, жалғастыру келеді. Біз жалғастырып жатырмыз экскурсиямызды Лондонға келесі аптада. Going келмейді, өйткені надан кейін келу үшін to келу керек. Now leaving болу үшін мына жерде көбінесе from деген тұру керек та. Лондон экскурсиядан деген сияқты. Так, 29-да. It longer and longer to get from one place to another. Яғни бір мекеннен екінші мекенге бару не болып тұр? Ұзақтықты алып тұр ма? Алып тұр. Ондай болса, нәшке не қоямын мен? Takes. It takes деп айтамын. It takes longer and longer. Demands деген бұл жерде талап ету, use it деген бұл жерде келмейді, uses деген бұл қолдануда келмейді, needs деген біз керек деген сөз бұл да ыңғайсыз келмейді. Сондықтан ол алды. Бұл алды ұзақ уақытта болып кетеді сонда 29-да. Так, келесі. Уже 29 деп жатық па? 30th question. Әдемі сұрақ 30-де. 30th question. The speaker pointed out that the building of the house by the end of May. Қараңыз. Pointed out. Мынаның өзі сізге бір мағына білдіреді. Өткен шақ болу керек. Өткен шақ болу керек болғандықтан мен не істеймін? Сиді сызып да еді сызып. Менде үшеу қалады. Және мына жерде by the end of May деп тұр. By деген сөздің де рөлі бар, By деген жалпы біз не істейміз бұны? Future perfect'тің кілт сөзі ретінде біз қарастырып жүрміз тестімізде. Future perfect'тің кілт сөзі ретінде. Сол себепті мен қараймын да, значит мен биді сызып мен екі вариант қалады. D және I қалады да. Бірақ мына жерде менің бастауышым болғанда зат есімім бар ғой ең баста. Ол the building of the house болып тұр. Үйдің ғимараты болып тұр. Яғни жансыз зат. Мына жерде жансыз зат. Сонда мен жансыз затты елеп ескере отыра, бұны passive voice деп бірден автомат түрде миыма құямын. Сөйтем да и жауап берейін. Яғни would have been plus verb 3. Кәдімгі passive form шығып тұр мына жерде. Егер мына жерде building of the house деген орнына бір адам тұрған кезде he немесе his sister деген сияқты болған кезде, ол кезде мен would have finished деген де жауабын белгілеуші едім. Түсіндіңіздер ма? Так, келесіне көшеміз. 31-де. I Helen for 6 years. Мына жердегі for деген сөз біраз мағына білдіреді. Бойы деген білдіреді, білесіздер ғой, Және де сіздер білесіздер, көп жағдайда for дегеніміз бізде present perfect'тің кілт сөзі ғой. 6 жыл бойы біледі оны. Мен білем, Helen'ді. Present perfect деп жазсам болмай тұр ғой. Сонда I have known. Си жауап беріп жүр. Ал 32-де I haven't been to Moscow since. Әдемі. Сіздер бұны менен де жақсы білесіздер. Не дейсіздер? Since деген егер де сөйлем ортасында келсе, мына бетінде present perfect жүреді, мына бетінде past simple жүреді деген сіздер білесіздер. Яғни значит moved болады сонда. We moved to Kyiv. Так, ары қарай көштім. 33. Бір көріп алайық. The boss will have signed the documents by the time. Қараңыз. Will have signed. Future perfect. Future perfect. The documents by the time. Енді by the time деген сөз future perfect'тің кілт сөзі болып табылады, білесіздер, Бірақ та бір ереже бар еді. By the time дегеннен кейін біз үнемі не қойып жүрдік? Үнемі present simple қойып жүрдік. Үнемі ол.
өмір болатын дүние. Present simple қойып жетті. Сонда мына жердегі by the time you не болады екен? Return болады сонда. Мына жерде B жауабын қоямын. Болды. Еске түсіп жатыр ма? Шақтар деген нәрсе. Енді 34 көрейік. What's wrong with Tony? Тониға не болған дейді? So stressed and nervous lately. Міне қараңыздар. Lately деген сөзі бізге жетінші беріп тұрған жоқ. Lately және де қараңыз. Recently деген екеуі синоним ретінде қарастырылады бізде. Синоним ретінде қарастырады. Және де екеуін біз неге жатқызамыз? Біз екеуін present perfect'тің кілт сөзіне жатқызамыз. Сөйтіп, ойланбастан мен де жауап берейін. Has been. Болды. Осылай кілт сөздерге абайлап қарайсыздар. Өйткені ОТО-ның басты міндеті, және де олардың басты фокусы да осы шақтарға байланысты сұрақ берген кезде міндетті түрде кілт сөзді беру керек. Сол себепті ол ұбт ол. А былай бермесе болмайды. Өздеріне минус болады. Ал 35th one, 35-ті көрейік енді. I haven't seen her for a long time. Оңай ғой. Have пен келіп тұр. Have пен келіп тұр. Have пен жауап береміз. Бірақ мына жерде бізде бұл haven't деп бізде болымсызды білдіріп тұр ғой. Болымсызды білдіріп тұрғандықтан мен не қоямын? Бұған neither қоямын, болды. Neither have I. Бітті. Neither have I. Егер де I have seen her for a long time болғанда, so have I деген жауап береді. Келесі, ой, рахатын-ай, келесі сұрақтан. Before деген сөз тұр ғой міне. Кез келген before деп тұрған жерге мен үнемі не қоямын? Үнемі past perfect қоямын. Had read. He had read the play before he saw it at the theater. Тем более мына жерде қараңыз. Saw деген не тұр менде? Past simple тұр. Сіздер білесіздер, егер де сөйлемнің бір бөлігінде past simple тұрса, онда сөйлемнің келесі бөлігінде де pastке қатысты нелер болады? Pastке қатысты есімдіктер, шақтар болады. Сол себепті мына жерде мынау past simple тұр, тағы да before тұр, сондықтан мен спокойно мына жерге had read-ті қоя беремін. А осы жерде he said that he all his exams by the 25th of June. Так, said деп тұр. Бұны да қараймын, өткен шақ. Және де мына жерде by деген тұр. Мен бұған да қараймын. Екеуіне де қарап отырып, мен не істеймін? Жауаптарына қараймын. Яғни said пен past екеуі де негізі келе алады. Said пен past екеуі де келе алады. Бірақ та бұлар келе алғанменде бұл нені past indirect speech-тің рөлін атқарып тұр ғой. Сол себепті мен мына жаққа, мына жағына да мен past simple қоймаймын, өйткені мына жерде by деген жерде белгілеп тұрған жоқпын. By-ды белгілеуімде бір мән бар. Сол себепті мен бұны қоймаймын. Will pass-ті тем более қоймаймын, мынаны да қоймаймын. Сөйтіп мен екі вариант қарады. Would pass мен would have passed. Сөйтіп бағанағы еске түсіремін. Так, by деген сөз менде future perfect-тің кілт сөзі ретінде қарастырылып келе жатыр ғой, сөйтемін да, деймін да, вариантын белгілеймін. Would have passed. Will have passed мен белгілей алмаймын, өйткені мына жерде said деп тұр. Егер де мына жерде he says деп тұрған кезде проблема жоқ. Мен will have passed деген жауапты белгілеуші едім. Ұқтыңыздар ма? Осындай приколдар бар. Енді 37 шақ сұрақ қапты ғой. 38, 39, 40 деп бітіреді екенбіз ғой. Уже. Так, when we arrived in London, this hotel. Әдемі. Arrived міне өткен шақ келіп тұр бізде. Past simple. Ондай болса міне past simple ретінде тұрғандықтан мына жақта да өткен шақ тұрады. Жақсы. Бірақ та точно built емес. Біз Лондонға келсек, мына қонақ үй дейді. Was built. Бұл да келмейді. Соғылып қойылған десе болады негізі. Was being built деген жерде қате, сонда мен мына жерге не қоямын? D жауабын қоямын. Was being built. Неге? This hotel деп тұрғандықтан бұл менде passive voice болуға тиіс. Passive voice болуы тиіс. Не үшін екен біліп тұрсыздар ғой? Жансыз зат. Жансыз зат. Есім. Егер hotels owner болғанда басқаша болады. Was being built. Яғни мына қонақ үй соғылып жатқан еді біз Лондонға келген кезде. 39-да a lot of new books at present.
At present деген сөз қазір деген сөздің баламалы түрі. Қазір деген сөз тең болады present continuousқа. Енді қараймыз. Present continuous бар ма? Бар. Онда мен C жауабын беріп жүрем болды. Are being published. Мен ашпаймыз. Осылай оңай бересіздер. Оңай түрде. Оңай. Ең соңғы 40-та we have to come back at 9. Енді асықпаймыз. Nelly for us at home дейді. Енді қараңыз. Біз сағат 9-да келуіміз керекпіз дейді. Nelly for us at home. Енді 9-да келу керек. 9-да. Ондай болса Nelly оларды үйде күтеді ғой. Яғни Nelly оларды 9-ға дейін күтетін болып тұр ғой. Сөйтем да мен қараймын. Так, точно waiting емес. Will waiting деген сөз жоқ бізде. Will be waited бұған келмей тұр. Өйткені бізде Nelly деген кәдімгі актив болып тұр. Сөйтіп екі жауап қалды. Will wait немесе will be waiting. Сөйтем да мен will be waiting деп белгілеймін. Өйткені бұл 9-ға дейін күтетін болып тұр ғой. Ұзақтық созылмалы бер жақ. Болды. Біттік. Бітіріп тастадық қой. Жылдам. Өте тез болды. Енді Бәрі түсінікті. иә, 21-ден бастап 40-қа дейін неше сұрақтан қате жібердіңіздер, соны қарайсыздар. Сөйтесіздер да мынау 40-қа дейінгі болғанды мен құдай қаласа қосып жіберуге тырысамын сіздерге эфирді. Тағы бір қарап шығасыздар, білімді жетілдіру үшін. Сөйтесіздер да, так, passive voice деген былай ғой, осы эфирден кейін бар ғой сіздер. Андай, сіздерде сезім пайда болу керек та. Passive voice мынау точно пассив voice болу керек. Мына жерде бай деген тұр. Мынау бізде бір шақты білдіріп тұр, әшейін берген жоқ маған. Яғни бұл feature perfect'тікі болу керек деген сияқты. Сондай сіздерде бір андай бір сақтық, бір warning пайда болу керек сізде. Иә? Сондай бір сізде андай бір фильтр пайда болу керек сізде. Сондай фильтр болған кезде андай шақпен байланысты сұрақ келген кезде сіздер оны сүйіп деп қарсы ала аласыздар. Ой, мынау деген рахат қой дейсіздер ол кезде. Осыған ұқсас тағы берем, бірақ та келесі жолы 40-тың барлығын бірдей орындайық, екіге бөлмей қойын, иә. Немесе кәдімгі өзіміздің үйреніп қалған нұсқамызды беру мүмкін. Мен мәтін дайындап жатырмын. Бітіріп қалсам, алла жазса жіберем ертең. Бітіріп қалсам. Маған сұрақ жоқ па енді? Жоқ. Бәрі түсінікті болды ғой? Дәл солай. Болды. Болып жатса, чатта қойыңыздар. Окей. Thank you for attending. Рахмет қатысқандарыңызға. Көп.